Сәлем достар, қалайсыз? Еріп тұратын өте дәмді қаттама жасаймыз. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға ұнды саламыз. Және де 200 грамм жылы суға кішкене тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнның үстінен құйып, қамыр жасайтын боламыз. Оның жұмсақ, әдемі, қолға жабыспайтындай қамыр жасаймыз. Сіздің қаттамаңыздың дәмді болуы ол қамырдың илеуіне өте қатты байланысты. Осылайша қамырды дайындап аламыз. Дайын қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осы жерде 2 бөлікке бөлдім. Өзіңіздің қалауыңызша бірнеше бөліктерге бөліп, қамырды осылай домалағытып дайындап аламыз. Дайын қамырды жақсылап жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қаттаманы қыс мезгілінде балдарыңызға жасап берсеңіздер, қарынды тоқ ұстайды. Қонақ келген кезде де өте дастарханыңыздың сәні болатын таптырмас тағам. Қамыр өте жұқа болған дұрыс. Мен қолдың майын пайдаландым. Сіздерде егерде қолдың майы болса, қолдың майын қолданғандарыңыз жөн. Болмаса, дүкеннің майы да бола береді. Майды осылайша ерітеміз, қамырға жұқа етіп жайып, жағып шығамыз. Осылайша қамырымыз қасына жеріне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң үстінен ұсақтап туралған пиязды саламыз. Ұсақтап туралған пиязымызды салып, арасын жайып шығамыз. Сосын қамырымызды осылай дөңгелек етіп орап аламыз да, өзіміз көз мөлшерімен өзіңіз үлкен қалайсыз ба, кіші қалайсыз ба, бөліктерге бөліп шығамыз. Мен кішкентай қаттама жасайтын болғандықтан, кішкентай бөліктерге бөлдім. Осылайша бөліктерге бөлгеннен кейін ұн сеуіп, екі жағын жақсылап, қамырымызды қатты жұқа емес, орташа қылып жайып аламыз. Осылайша бөліктерге бөлінген қамырымызды барлығын жайып дайындаймыз да, қызып тұрған сковородкада екі жағын қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Таңғы уақытта, обедкі уақытта балдарыңызға дайындап берсеңіздер, өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Данагүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.